Кем Америкадан елге қайтайық дейді. Не істеген дұрыс? Менің есімім Ербол, Америкада тұрып жатқаныма 4 жылдан асты. 2 жыл бұрын ата-анам көшіп келген еді. Қазір бәріміз бірге Бостонда тұрып жатырмыз. Оның алдында Нью-Йоркта тұрғанбыз. Осы кешке шай ішіп отқан кезде әкем айтты, 2 жылда жұмыстарыңды аяқтаңдар, Америкадағы материалды қажеттіліктеріңді шешіп болып қалдыңдар. Тағы жоспарларың болса аяқтаңдар, елге қайтайық. Қанша дегенмен сыртта жүргенім, туысқандардан алыстап қаласыңдар, ағайын туыстан алыстап қаласыңдар. Елге барайық, елге де бір пайдаларың тисін деген ұсыныс тастады. Енді бірақ елге қайтам ба деген ой келіп, Қазақстандағы достарыммен сөйлессем, олар келме дейді. Келме, біз керісінше Америкаға барғымыз келіп жатыр. Бізде қымбатшылық, тағы да басқа мәселелерді айтады. Енді екі жақта да мәселе бар, бірақ менде андай ой туып тұр да, қазір елге барсам, елдің бәрі неге келдің, ана жұмыстарын бітірмедің ба деп айтам ба деп. Сол үшін осы жерде Инстаграмда достар сіздермен ақылдасқым келіп тұр. Келме деп емес, пікірлеріңізді ашық жазып, келсем не үшін келейін, келмесем не үшін келмей тұра тұрайын. Алдағы 2 жылдықта соны айтсаңыздар жақсы болар еді. Себебі сен елге қайтам 2 жылдан кейін десең, мүлдем басқаша тіршілік жасайсың. Жоқ, Америкада 10 жыл тұрам десең, мүлдем басқаша тіршілік жасайсың. Сондықтан мына жерде менде таңдау 2 жол бар. Соны таңдауға сіздерден көмек күтемін. Пікірді аямай жазыңыздар.